Қарағанды облысында қысқа дайындық тек жылу орталықтарында ғана емес, жеке секторларда да жүргізілуде. Тұрғындар жаппай көмір сатып алуға кіріскен. Облыс бойынша 55 көмір қоймасы жұмыс істеп тұр. Облыс бойынша 55 сауда орнында қатты отын сатылымда, ал қоймалардағы көмір қоры 580 мың тонна. Бұл өңірдің жалпы сұранысының шамамен 65%-ын құрайды. Бағаларға келетін болсақ, Шұбаркөл көмірінің облыс бойынша орташа бағасы 19.100 теңге, Кузнец көмірі 16.500, Майкөбе көмірі 16.000 теңге. Ал Қарағанды қаласы бойынша Шұбаркөл көмірі 15.500, 15.800 теңгеден сатылады. Кузнец көмірі 13.500 теңге, Майкөбе көмірі 12.700 теңге. Облыс бойынша баға аймақтың қашықтылығына және жеткізу түріне байланысты өзгеріп отырады. ПСВ 86 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көмір қоймасының директоры Никита Аносовтың айтуынша, биыл еш дүрбелең байқалмайды. Тұрғындардың көпшілігі көмірді алдын ала сатып алған. Поставки идут хорошо, уголь есть наличие. Біздің қойма жыл бойы жұмыс істейді. Біз коммуналдық тұрмыстық мақсаттағы Шұбаркөл көмірін сатамыз. Оның басты артықшылығы күлтілігінің төмендігі және жылу қайтарымының жоғары болуы. Кейбір сатып алушылар жаздан бастап көмір қорын жинай бастайды. Мұнда қаламыздың барлық аудандарынан келеді. Қор жеткілікті. Қоймада шамамен 5000 тонна көмір сақтаулы. Тәулігіне 500 тоннаға жуық түседі. Рапид компаниясының көмірі жер асты әдісімен өндіріледі. Бұл оның өзіндік құнын біршама жоғары етеді. Мамандар тұрғындарға қатты отынды сақтау үшін жыл бойы көмірді жел мен ылғалдан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін арнайы көмір қоралар жабдықтауды ұсынады. Дариға Жұманова, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.